Бұл сабақта себетке сақтап алған заттарымызды сатып алу, картаны тіркеуді үйренеміз. Сайтқа кіргенде төменде оң жағынан санағанда екінші себетім деген тұр. Колясканың белгісі, соны басамыз. Міне осы корзинада біздің барлық сақтап алған заттарымыз сақтаулы. Осының ішінен қайсысын дәл қазір төлем жасап сатып алғыңыз келеді, соны птичка қойып белгілейсіз. Мысалы, мен мына қара көйлекті және тағы да бір көйлекті, мысалы мына қызыл көйлекті алам деп белгілеймін екеуін. Бұның біреуі міне 139,99 лира, біреуі 149,99 лира, екеуі 304,97 лира деп не общий суммасын көрсетіп тұр. Енді сепете оңайла деген мына кнопканы басамыз төмендегі. Біздер екі адрес енгізіп қойдық, біреуі Inexpert, біреуі МРС. Егер сынатын, ыдыс, жиһаз, тағы басқа сынатын зат болса, оны мына Лалили деген МРС каргосымен алдырған дұрыс. Себебі олар сынбай келуіне гарантия береді, упаковкасын солай сынбайтындай етіп жасап береді. Бірақ олар заттың салмағына да, орынға да төлемақы алады. Ал Inexpert каргосы тек қана салмағына алады, орынға алмайды. Сондықтан сынбайтын заттарды, киім-кешектерді осы Inexpertпен бергеніміз тиімді болады. Сондықтан осы Inexpertті таңдаймын. Мінекей. Енді міне карта белгілері деп тұр. Бұл жерде мен бұрыннан карта енгізіп қойғанмын. Қазір сіздерге түсінікті болу үшін басқа карта деген таңдаймын. Басқа карта енгізсеңіз де болады. Осы жерге картаның 16 орындық номерін енгіземіз. Каспий банк картасымен төлем жасалынбайды. Басқа Сбербанк, Народный банк, Альфа банк, тағы Форте банк, басқа карталар тіркей беруіңізге болады. Мінекей тірке жаздық. Енді мына жерге айын таңдаймыз картаның бетіндегі және жылын таңдаймыз. CVV деген картаның артқы жағындағы 3 орынды сан, соны жазамыз. Енді мына жерге птичка қойып кетеміз, картамыз сақталып тұру үшін. Енді бізге осылай номерімізге SMS код келеді. Сол кодты осы жерге жазамыз да, тағы да оңайла вебитер дегенді басып аяқтаймыз.